Жоба барысында жоғарғы сынып оқушылары түрлі сала өкілдерімен таныстырылады. Бұл жолы Петропавлдағы Әл-Фараби мектеп-лицейінің 10 және 11 сынып оқушылары облыстық полиция департаментінің тәрбие және кадр жұмысы басқармасының қызметкерлерімен кездесті. Бүгінгі күні Әл-Фараби мектеп-лицейінде кәсіби жұмысына байланысты үгіт-насихат жүргізілді. Бұл іс-шараға сенім болашағының басшылығы және 10-11 сыныптары қатысты. Бұл іс-шарада Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің оқу орындарына түсу ережелері айтылды. Мұндай таңдаудың артықшылығы тегін оқу, шәкіртақы, киім-кешекпен қамтылу және ең бастысы оқуды бітіргеннен кейін жұмысқа орналасуға кепілдік беріледі. Полицияға әрқашан белсенді азаматтық ұстанымы бар. Айналасындағылардың өмірін қауіпсіз етуді қалайтын физикалық дайын және білімді жастар қажет. Мұндай кездесулерден бөлек жоба аясында жоғарғы сынып оқушылары ұйымдарға, соның ішінде полиция департаментіне барып пікірталастар өткізіп, эссе жазатын болады. Біздің бүгінгі күні мақсатымыз балаларға кәсіби бағдарлау бойынша жол көрсету. Яғни бүгінгі күні полиция департаменті, сот, прокуратура, банк саласы, қаржы саласы, мұғалімдер, дәрігерлер секілді маман иелерін әкеліп, оқушылармен бүгінгі күні осы мамандықтар туралы таныстырып жатырмыз. Алдағы уақытта осы оқушылар өздерінің таңдаған мамандығы бойынша мекемелерге барып, сол жерде мекеменің жұмысымен де таныстырғымыз келеді. Осы мақсатта бүгінгі күні оқушылармен кездесу өткіздік. Біздің енді осы кәсіби бағдарлау жобасын жүзеге асыру мақсатында 17 іс-шарамыз бар. Өз таңдауын жасап қойғандар үшін полицияға жұмысқа орналасудың барлық мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары тұрғылықты жерінің полиция бөлімдеріне, Петропавл қаласы Алматы көшесі 55-314 кабинетке және Петропавл қаласы Жұмабаев көшесі 118 мекен-жай бойынша Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен дайындаған Сәлима Жұманғалиқызы.